Мектептерде қазақ тілі пәні қалай оқытылып жатыр? Оқулықтардың сапасы қандай? Бүгін осы және өзге де сауалдарды сала мамандарымен бірге талдап көреміз. Армысыздар, эфирде болмыс тіл сақшы хабары. Тақырыбымызды талдамас бұрын алдымен шағын бейне сюжетіміз бар, соны көріп алайық, сосын әңгімемізге кірісеміз. Биыл елімізде 5-7 сынып оқушылары жаңартылған білім бағдарламасымен оқи бастады. Жаңа реформа қоғамда қызу талқыға түсіп, бұқаралық ақпарат құралдарында сан мәрте айтылды да, жазылды да. Әсіресе қазақ тілі пәнінің әдістемесі мен оқулығы төңірегінде әртүрлі пікірлер айтылды. Кітапқа қатысты сыни пікір білдірген тіл жанашырлары мен ұстаздар Қазақстанның білім және ғылым министрі Ерлан Сағадиевке хат та жазды. Мәселен, Қарасай ауданындағы мектепте сабақ беретін Айман Сағидуллаева министрге: "Мен оқушыларыма қазақ тілін үйретем бе, әлде шөл даланы аралап зерттеу жасап кетем бе?" деген сауал жолдаған. Расымен де, Атамұра баспасынан шыққан 7 сыныптың қазақ тілі оқулығында география пәнінің тапсырмалары бар. Тіл заңдылықтары оқытылуы тиіс сабақта климаттың, шөл даланың не екенін сұраудың қажеті бар ма? Айман ханым, студиямызға қош келдіңіз. Қазақ тілі оқулығына қатысты көңіліңіз толмайтынын ашық айтып, ашық білдіріп жүрсіз. Білім және ғылым министріне хатта жолдадыңыз. Осы хатта жаңартылған бағдарламаның кітабы мен негізгі өтілетін тақырыптары қазақ тілін жоюдың таптырмас құралы екенін байқадым деп жазыпсыз. Қазақ тіліне қарсы сонша не бар бұл кітапта? Мынау жаңартылған бағдарламаның кітабы биыл қолданысқа енгізілді. Бұл кітап сол шықпастан бұрын, яғни қыркүйек айынан бұрын жолдағанмын мен ол хатты. Маған осы кітаптың авторы Гүлбану ханым жауап берді, бірақ мен сабыр сақтап, сабақ өтіп көрейін деп әрі қарай тоқтадым. Енді бұл кітаптың ішінде ең бірінші тақырыбы климаттық аймақтардан басталады. Бұл кітаптың ішінде тарих пәні бар, география пәні бар, музыка пәні бар. Жалпы осы пәндер бүкіл қиял деген тақырып бар. Оған бізге 9 сағат берілген қиял тақырыбына. Енді мен түсінбеймін, қазақ тіліне қиялдың қандай қатысы бар. Бұл кімге қажет осыншама, қазақ тілін осыншама өзгертіп жіберу кімге қажет болды? Бұл бір. Екінші, мынау бізде грамматика мүлдем алынып тасталды десе болады. Себебі грамматиканы енді бердік деп айтар, ол тілдік бағдар ретінде ғана берілген. Бірақ грамматика мүлдем өте аз берілген. Бізде негізгі тақырып жаңағы лексикалық тақырыптар. Лексикалық тақырыптарға басымдық берілген. Басымдылық емес, негізгі тақырып солар ғана. Бізде мүлдем грамматикалық бірде-бір тақырып жоқ. Тілдік бағдар деген ол жай ғана ішіндегі берілген, есте сақта, тілдік бағдар деп берілген кішігірім ғана дүниелер берілген. Оның өзін көрсеңіз, қарасаңыз, адам шошитын жағдайда, мысалы, кітаптың ең бірінші сол климаттық аймақтар дегеннің ішінде не бар? Шылау бар, шатаспасам. Шылаудың жазылу емлесі беріліпті. Оның ішінде тапсырма бар. Тапсырмада шылаудың түрлеріне ажырат деген. Ол шылауды өтпесе, шылау деген не екенін білмесе бала, ол қалай шылаудың түрлерін ажыратады? Шылау дегеніміз не деген сауал жоқ. Ол жерде шылау дегеніміз не деген мүлдем тақырыпта жоқ. Шылау, тілдік бағдарда шылау дегеніміз не деген тілдік бағдар берілмеген, шылаудың емлесі берілген, бар болғаны. Енді бұл өте, мен кіріп алғашқы 4 сабағымда шындығы керек өзім өте қиналдым, мен балалардан ұялдым. Өйткені мен кіремде қазақ тілі мұғалімімін, қазақ тілі сабағына кіремде, мен климаттық аймақтар бүгінгі тақырып балалар деп тақырыпты тақтаға жазамын. Ол өте ауыр. Шындығы керек, бұл қазақ тілі оқулығы дегенде оқулықта емес қой әңгіме. Әңгіме бұл қазақ тілін бағдарламасын, оқу бағдарламасын жасап отырғандарда. Бұның тақырыптары енді дұрыс емес. Шындығында бұл қазақ тілін жоюдың, қазақ халқын, болашақ ұрпақты сауатсыздандырудың басты құралы мына кітап. Қазақ тілі оқулығы жалпы. Бізде қазақ тілі деген кітап жоқ менің ойымша.
Жалпы пән жоқ қазақ тілі деген. Бұл пәнді бізге айтады. Неге деген сұраққа маған автор жауап берген, былай жауап берген автор. Бізде жаңағы қазір бәрі де мына жаңартылған бағдарлама оқып жүрген ұстаздар болса білет, біз оқығанын бала өмірде қолдануы қажет делінген. Иә, бірақ өмірде қолданылуы қажет, дұрыс. Бірақ неге осының бәрі осы қазақ тілге келіп тіреліп қалды? Сол үшін біз осы тақырыптарды бердік деп жауап берген. Бірақ ол қазақ тілі қайда? Онда өмірге баулу ма, басқа қылып бұл қазақ тілінің атын атауын өзгерте салу керек еді. Бізде қазақ тілі деген пән жоқ. Мен оқытып жүрген жоқпын қазақ тілі деген пәнді, шын мәнінде. Жақсы, қазір бізде қазақ тілі оқулығы, 7-ші сыныптың қазақ тілі оқулығы Атамұра баспасынан шыққан. Жаңағы сіз айтып отырған тапсырмаларды қарап көрейік. Негізгі тақырып климат пен тақырып, климат пен табиғат. Оған берілген тапсырмалар: климат дегеніміз не, ол туралы не білесің? Қазақстанда қандай климаттық аймақтар бар? Тағы бірінші тапсырма: мәтінді үнтаспадан тыңдап тірек сөзді тап дейді. Расымен де бұл жерде негізгі тақырып климат, тапсырма климат, тақырып климат, тапсырма климат. Жалпы біз өзі 40 минуттың барын сол климат қой, тілдік бағдар астында тұр, не көрдіңіз бе? Сонда қазақ тілі қайда деген расымен де сұрақ туындайды екен. Жұмабала ханым, ардагер ұстазсыз ғой, 40 жылдан бері қазақ тілі пәнінен сабақ бердіңіз. Сіз оқытқан жылдары қалай еді? Қазақ тілі пәнінен нені оқыттыңыздар сіздер? Оқулық қандай еді ол жылдар? Біз оқытқан уақытта, одан мен сабақты бермей кеткеннің өзіне 10-11 жыл болып қалды. Біз оқытқан уақытта негізінен бірінші орында тілдік материалдар. Бұл жердегі мына жаңа оқулықтарды мен көріп жүрмін. Өйткені немерем жаңа осы бағдарламамен оқып жатыр. Сондықтан сабағын дайындаған уақытында осы оқулықтарды ақтарып теңкеріп мен де көріп, оның үстіне тіл маманы болғаннан кейін өзімнің қызығушылығым жаңа балалардың келешегіне, тіл жағына алаңдағандықтан қарап жүрмін. Бұл жердегі берілген материалдың барлығы кезінде орыс мектептеріне арналып шығарған оқулықтардың ізімен жасалған оқулық мынау. Орыс класстарында мен сабақ бердім бірнеше жыл. Сонда алдыменен тілдік материалдан бұрын лексикалық материалдар беріледі, сосын лексикамен жұмыс істейді, сосын тілдік материалдарды тек қана шолып өтеді. Ол орыс сыныбында. Себебі оның мақсаты мүлде бөлек. Ол орыс тілді ортаны қазақ тіліне сөйлетіп үйрету. Жаңағы берілген мәтінді түсініп, өзі айтып беруге дағдыландыру. Бұл жерде негізінен тіл дамыту ескеріледі. Соны әкелгендағы мына бағдарлама демеге? Иә, ол кезде сол қажет болған сол бағдарламамен оқыттық. Ал енді қазір мына жаңартылған бағдарлама деген оқулыққа алып келгенде соның үлгісін қолданған. Бұл жерде алдыменен біздің өтетін тақырыбымыз жаңа мына бала айтып отыр ғой. Бірінші кіреміздағы біз, мысалы, қоршаған ортада климат, Қазақстанның климаты деп жазамыз тақтаға. Біз тақтаға жазуымыз керек. Етістік дегеніміз не? Зат есім дегеніміз не? Немесе көсемшенің түрленуі, есімшенің түрленуі. Сосын кейін барып, соны талдау барысында барып, біз мәтінменен жұмыс жасауымыз керек. Сол мәтін арқылы жаңағы тілдік материалды баланың зердесіне құюымыз керек. Сол мәтіннің ішінен жаңағы тілге қатысты дүниенің бәрін, грамматикалық ұғымдардың барлығын соның ішінен тауып, балаларға соны беруіміз керек. Бұл жерде бұлар айтып отырмын ғой, орыс сыныбына арналған оқулықтың негізінде мына оқулықты жасаған. Сонан кейін екінші бір бұл оқулықтың менің миыма сыймайтын жері, бұл жерде қарап отырсаңыз, жаңа оқулықты ақтарсаңыз, меруерт, ішінде тыңдалым деген бар. Құлаққаптың суреті бар. Жұмабала ханым, сөзіңіз аузыңызда, осы жерден сізді бөлейін. Жаңа Айман ханым айтқан тапсырмаларды 7-ші сыныптың қазақ тілі оқулығынан көрдік, Атамұра баспасынан шыққан. Расымен де негізгі тақырып климат, тапсырма климат,
мәтін климат туралы, сонда қазақ тілі қайда? Бұл сауалды біз оқулықтың авторы, филология ғылымдарының докторы, профессор Қосымова Гүлбану Сейілбек қызына да жолдаған болатынбыз. Ол кісі бүгін хабарымызға қатысу керек болған, бірақ денсаулығына байланысты келе алмай қалды. Бізге хат жолдапты, қазір оқып берейін. Құрметті телеарна қызметкерлері, сіздерге мына нәрсе жақсы мәлім. Оқулықтар білім берудің бағдарламасына сай жасалады. Мұнымен қоса оқулықтар бағдарлама бекітілгеннен кейін ғана соның мазмұны бойынша жазылады. Меруерт Әбітаева, сіз сөз етіп отырған Атамұра баспасынан шыққан қазақ тілі 7-ші сынып оқулығы да жаңартылған мазмұндағы қазақ тілі бағдарламасына сай жазылған оқулық. Бағдарламада көрсетілген тақырыптар ғана оқулықта қамтылады, ал қамтылмай қалса оқулық бағдарламаға сәйкес емес деп танылады. Ал сіз іздеп отырған ғылыми ережелер, грамматика жоғалып кеткен жоқ. Оқулықтың мазмұнымен жақсы таныс болсаңыздар, тілдің фонетикасы, грамматикасы, стиль түрлері, әдеби тіл нормалары тілдік бағдар айдарында берілген дейді. Оқулықтан қарап көрейік. Мен жауап берсем болады ма осыған? Тілдік бағдар ретінде берілген дейді. Бізде қазақ тілі 102 сағат бір жылда өтеді. 102 сағатқа мен санап шықтым қанша тілдік бағдар. Яғни тілдік бағдар және грамматика қосылған, есте сақта деген жеріне грамматика берілген екен. Тілдік бағдарының есте сақтасын бәрін қосқанда 23 қана бар. Айтып отырған тілдік бағдар 20, ол 102 сағатқа 23 тілдік бағдар. Білдей бір қазақ тілі оқулығына дәл осы мына қазақ тілі оқулығында 23 қана тілдік бағдар бар. Оны біз 102 сағаттық тақырыпта өтуіміз қажет. Ол жеткілікті ма біздің балалардың грамматиканы үйреніп шығуына? Қазір ғалымдар айтып жатыр, грамматика қазіргі кезеңде қажет емес деп. Грамматика өте қажет бізге. Грамматика болмаса балалар дұрыс жазып дұрыс оқи алмайды, сауаттылық болмайды. Және сонымен қатар мына неде де берілген жаңағы. Бұл кісінің мына қатында айтып жатқан тағы бір несі оқу бағдарламасы деп. Дұрыс айтады ол жерін. Оқу бағдарламасы бұның бәрі Ыбырай Алтынсарин академиясының жасаған бағдарламасы. Солар мына жерге келу керек еді, жауап беру керек еді халық сұрағанда. Ыбырай Алтынсарин атындағы ұлттық академияға бізде хат жолдағанбыз, бірақ ол кісілерден өкінішке орай ешқандай жауап ала алмадық. Сол кісілер қалай жасап береді оқу бағдарламасын, оқулық авторлары соған сәйкес жасайды бұл жерде. Сондықтан сол кісілер жауап беру керек еді ең бірінші орында. Бізде оқулықтарды саралап көрдік. Мектеп баспасынан шыққанда қазақ тілінің 7-ші сыныпқа арналған оқулығын көрдік. Тура сол ауа райы және климаттық өзгерістер деген бірінші бөлімге қатысты тапсырмаларды қарап көрейікші. Ауа райы және климаттық өзгерістер тақырып, негізгі тақырып сол. Табиғат туралы мәтін берілген. Мәтінге тапсырмалар. Мәтіндегі негізгі тірек сөздерді атаңдар, мәтіндегі ойды жалғастырып, табиғат пен адам тақырыбына есе жазыңдар. Мәтіндегі бірыңғай жуан дауыстылардан тұратын зат есімдерді, бірыңғай жіңішке дауыстылардан тұратын етістіктерді табыңдар дейді. Бұл жерде қазақ тілінен тапсырма беріліп тұр. Сонда Ыбырай Алтынсарин атындағы ұлттық академия бір тақырыпты бекітті ғой. Әр автор өзіне қатысты, әр автор сонда өзі біліп тұр ғой бұл жерде, біздің түсінуімізше. Бұл сауалдарға жауап беретін өкінішке орай жаңағы оқулық авторлары бүгін келе алмай қалды деп айттым. Сондықтан біз оқулық ғылыми практикалық орталығымен байланысатын боламыз скайп арқылы. Жақсы, тақырыптар қарай талдай берейік. Қазақ тілі оқулығына қатысты тағы да бір әзірленген бейне материалымыз бар, соны көріп алайық. Бұл жерде болып табылатын халықтар, содан кейін бостандық сүйгіш бірге жазылып кеткен асты сылып тұр. Содан кейін қазақта мемлекеттілігін деген сөз бар ма? Осы мәтіндерді тіл мамандары отыр ғой, біреулеріңіз талдап беріңіздерші. Қандай қате кеткен осы жерлерде? Стилистикалық, грамматикалық. Орысшадан аударылды. Бұл тікелей аударма ма? Иә, тікелей аударма. Мысалы, болып табылады деген сөз, иә? Иә, болып табылатын халықтар. Содан кейін мына жерде тавтология дейміз ғой, сөздердің қолдану, иә? Көшпенді халықтар, тағы да сөйлемнің аяғында тағы да халықтар, болып табылатын халықтар.
Негізгі Екі рет халықтар деген сөздің өзіне тар деген қосымша жалғанбайды. Көптік жалға жалғанбайды, иә? Иә, ол онсыз да халық деген көп деген мағынаны білдіреді. Көшпенді халық, көшіп қонып тіршілік ететін негізгі кәсіп мал шаруашылық. Халықтар деген ол тавтология, енді көзге ұрып тұрған қателік қой. Негіз көшіп қонып тіршілік ететін, бұл ететін негізгі кәсібі сызықша қойып мал шаруашылығы деп аяқтайсуға болады. Енді бұл жаңартылған бағдарлама бойынша әзірленген оқулықтың мектеп баспасы, қателеспесем, мектеп баспасынан алынған, көшпенділер деген бөлімнен алынған. Енді қалай ойлайсыз, бұл қаншалықты жаңартылған? Өзіңізге сауал, жаңартылған бағдарламамен әзірленген оқулық, оқу бағдарламасы сапасы қандай? Мен жалпы жаңартылған бағдарламаны екі қолымды көтеріп қолдайтын маманның бірімін. Мен өте жаныма жақын, өте жеңіл, өте сондай қызығушылықпен қабылдаймын. Сондықтан енді бұл бірінші жыл енгізіліп отырғанын ескеру керек бізге. Мен өзімнің тұжырымым бойынша әр жерде айтам, бізге әлі 10 жыл керек. Бұны қабылдап, алып кету үшін әлі 10 жыл керек. Бұл бірінші жыл ғана ғой. Бірінші жылдан біз әрине тырнақ астынан кіріс десек, бұндайдың мен енді бұл жаңағындай мына кісінің адам шошитын деген тіркесін өзін қолданудың өзі бір не сияқты. Ондай дүние көріп тұрған жоқпын мен. 10 жылдың ішінде бізде қанша ұрпақ кетеді осы? Жоқ, осы қанша адам сауатсыз болып кетеді осы? Міне бізде мысалы қалыптасып қалыпта жаңа Сіздіңше сонда біз осылай оқыта беруіміз керек қой ұрпақты? Оқыта бергені бұл түзеледі ғой. Бұнда болған дейін жаңағы министр де айтты ғой. Біз бұл оқулықты жариялағанға дейін 6 ай ол сайтта тұрды ғой. Сол кезде неге айтпадыңыздар? Бұл түзетілгенге дейін біз қанша ұрпақты осылай тәрбиелеуіміз керек? Осылай сауатсыз оқытуымыз керек? Бұл мен былай ойлаймын да, бұл бір осындай жарайды қателігі, стилистикалық қателіктерге біз ол сабақ барысында ол бір керемет бір ескерілетін нәрсе деп айтамын. Бұл жердегі тапсырма мәтінді оқыңдар деп тұр. Оқыңдар дейді, оқып шығады жаңағындай. Жақсы, рахмет. Жұмабала ханым, осындай мәтінді оқыған бала қалай сауатты болады? Сауатты болады деп ойлайсыз ба? Әрине, біз қазақ тілінің грамматикасын өзі не үшін оқимыз? Балалардың кішкентай кезінен бастап тілге деген сауаттылығын қалыптастыру үшін оқимыз. Егер жаңағы оқытып жатқан мәтіндердің ішінен мына оқулық оқушылар үшін бұл кереметтей айнымас бір киелі зат. Олар осының ішінде не кездесе, соны сол қалпында қабылдайды. Кей жағдайда айтады, сіз білмейсіз, мына кітапта солай жазылған ғой деп айтады олар. Сондықтан мына кітапта кеткен олқылықтар қайталанбау керек. Осы кітапта кеткен олқылықтардан барып, балалардың өмірге деген көзқарасы, мына тілдік материалы деген көзқарасы және соны қабылдауы қалыптасады. Ал енді оның барлығын дұрыс өз мәнінде кішкентай кезінен бастап қабылдамағаннан кейін, ол түзеледі енді. Бірақ соғанға шейін қаншама ағым, қаншама біздің ұрпағымыз соны оқып өтеді. Иә, дүбәра болып өтеді. Мына оқулық тозып, оны қайтадан басып шығарғанға шейін. Енді жаңа мына кісі айтып отыр ғой, бұл оқулық маған ұнайды, жақсы қабылдайтын жерде бар деп. Мен 100% бұны жоққа шығарып тастауға мен де қарсымын. Өйткені бұның ішінде жаңағы материалдар, талдау материалдары бар, мысалы, шығармалы, жазу, мини шығарма дейміз ғой, сол уақытта, солар бар. Енді біз жаңа бір 3 қана мәтінді беріп тұрмыз. 3 қана мәтінді көзімізге ілінген бірінші беттерден алынған 3 қана бір мәтіннен міне қаншама қате кетіп тұр. Бұл қазақ тіліне жасалып жатқан қастандық емес пе, қалай ойлайсыз? Әрине қиянат. Ол қиянат, қазақ тіліне жасалып жатқан қиянат. Тіл болғаннан кейін математика пәнінде қате кетсе, есептердің берілуінен, география пәнінде қате кетсе, тарихта қате кетіп жатса, оны кешіруге болады. Бірақ қазақ тілінің грамматикасында қате кетіп жатқанын кешіруге болмайды. Ол өйткені грамматика, ол өйткені сөздердің негізі, түбі, оны балалар дұрыс қабылдауы керек. Ол қиянат әрине. Жоқ, біз мысалы, бұл жерде мына дүние ғой, мен бір мәселені айтайын, жаңартылғанды енгізді. Бұл Ресейді біз, орыстарды біз сөзге алмай-ақ қойық материал. Бұл біз Европалық кеңістікке енгіміз келіп отыр. Әлемдік кеңістікке енгіміз келіп, әлемдік білім кеңістігінде
былай еркін жүргісі келіп отыр ғой. Назарбаев елбасының өзі жолдауларында айтып жатыр, біз түбегейлі өзгеріс қажет бізге деп ше. Мысалы, мектептегі осы жаңартылған дүниені жеткізетін ұстаздар қарсы шығып отқанда, ол қалай мемлекет дамиды, мен соны түсінбеймін. Мысалы, былай ғана мысал алайықшы. Мысалы, көлікті алайық, иә, сіз кезіндегі Ресейдің Жигулиларын мінгіңіз келе ма? Мінгіңіз келмейді мына заманда, иә. Мысалы, жағдайың болса, шетелдің көліктерін мінгіміз келеді. Бәрін біз жаңаша жасағымыз керек. Шаш үлгімізді неге біз екі жағымызға өріп тастамаймыз қазір, иә? Сондықтан жаңашылдықтан қорықпау керек дейсіз ғой? Қорықпау керек. Білім саласы да сол ғой. Неге біз ескі жарайды грамматика, бұл кісілерде вот идеология қалыптасып қалған. Мысалы, тақтаға келіп жазады, етістік тарсылдатып, талдатады. Оны бала қабылдады ма, қабылдаған жоқ па? Тура сіз жаңартылғанды алып бағалап шыққан кезде, жаңағы рейтинг қойған кезде, тура мына кісілердің бұрынғы қалыптасқан бағасымен балалардың балы атып шыққанда мен өзім таңғалдым. Демек жаңартылған білім беру бағдарламасымен сіз жетістікке жетіп жатырсыз. Балалардың ілгерілеушілік бар ма білім деңгейінде? Өте жақсы. Мысалы, мен 7-ге де 5-ге де беремін, мысалы, олар қабылдап жатыр. Мысалы, 3-ші тоқсандағы жазған, жаңа қазір БЖБ, ТЖБ дейді. Бөлім бойынша жинақтық бақылау, 90 бойынша жинақтық бақылау. Салыстырсаңыз, балалар түсінді. Олар келесі жылы 6 мен 8 болған кезде олар тарсылдатып отырады бәрін. Ол жерде, мысалы, мен былай ғана мысалы 8-ге де беремін. Дәстүрлі жүйемен, диктант жазғызам, диктант алам. Бұл жерде біз жаңартылған бағдарлама бойынша тек қана 5 пен 7-ні талдап жатырмыз. Мысалы, диктант жаздырамын да, уже бүйтіп автоматты түрде тексере салам. Қателерін шығару керек қой. Менің мақсатым баланың ана жерде жіберген грамматикалық қатесін шығару керек. Ал БЖБ, ТЖБ-да бірнеше, қысқа ғана эссе алсам, оны оқуға тура келеді да маған. Әр баланыкін оқуға. Өйткені әр бала әр қалай жазады. Сіз оны бағалайсыз, ана жерде критерий тұр. Мынандай ойды жазса, мына жерде мынаншаға дейін бал қоясың. Мыналай жазса, ықтимал жауап мынандай болса, сен 3 пен 4-дің арасында қойды. Сіз сол балды қою үшін ананы оқисыз. Бұл жерде оқушымен қоса, мұғалімге де жауапкершілік жүктеліп тұр дейсіз ғой, иә? Айман ханым, әріптесіңізге пікірмен қосыласыз ба, келісесіз бе? Мұғалімдерге жауапкершілік жүктеліп тұр дейді. Мұғалімдер онсыз да жауапкершілікті халық. Біріншіден, екіншіден, мұғалімнің жұмысы деген енді жұмыс адам айтуға келмейтін жұмыс. Ештеңемен бағаланбайтын жұмыс. Ол мұғалімді ана жерде тексеріссіз шығар, тексермейтін. Барлық мұғалім диктантты жақсылап тексереді. Бұл бір, тұра тұрыңыз, мен сөзімді аяқтайын. Екінші, біз жаңашылдыққа енуіміз керек. Жаңашылдықтан қашып жатқан мұғалім жоқ. Қазақстанда барлық мұғалім 3 айлап, 6 айлап, 9 айлап оқып жатырмыз жаңашылдықты. Енді жаңашылдыққа келеді екенбіз деп, география мұғалімдері жаңашылдыққа енді. Дәл осы бағдарламаға енді, қалып қалған жоқ. Физика мұғалімдер енді. Қазақ тілі мұғалімі неге басқалар сияқты дұрыстап енбейді? Қазақ тіл жаңашылдыққа енеді екенбіз деп, біз неғып климаттық аймақты өтуіміз керек? Біз жаңашылдыққа енуіміз керек, неге қиялдың не керегі бар бізге? Бірінші, екінші, мен таңғалам, осы неге география пәні қазақ тілінің тұйық етістігін өтпейді? Неге? Неге жаңағы физика пәні мұғалімі барып шылауды өтпейді? Неге айналдырғанда құрбандыққа кетіп тұрған қазақ тілі пәні? Қазақ тілі деген пән жоқ бізде. Бағана да айттым, жоқ қазақ тілі деген пән. Иә, сіз айтып отқан нәрсе дұрыс, бір нәрсесі дұрыс. Мен сізге айтайын. Өте жеңіл сабақ. Рас қой, құрметті ұстаздар, көріп отырсыздар. Өте жеңіл сабақ. Әрине интернет тұр, климаттық аймақты көрсетсем, қандай керемет қызықты тақырып, бала керемет қызығады. Бірақ біз бүгінгі сабақтың керемет болғанын пайдасы жоқ, ертең баламыз біздің жаза алмай отырса. Грамматика, қазақ тілі деген сабақ жоқ. Жақсы, біздің ортамызда Алматы облыстық әдістемелік кабинеттің де мамандары отыр. Ермек Сүйбекұлы, ұстаздар тарапынан қандай да бір ұсыныстар түсіп жатыр ма осы оқулықтарға қатысты? Әрине, оқулықтарға бойынша бізде былтырғы оқу жылында жаңартылған бағдарлама негізінде 2-ші, 5-ші, 7-ші сыныптар енген болатын. Оқулықтарға сараптама негізінде облыстан 88 пән мұғалімдері арнайы комиссия ретінде, эксперттік топ мүшесі ретінде Алтынсарин ұлттық білім беру академиясына жіберілген. Соның ішінде бүгінгі күні 3-ші, 6-ші, 8-ші сыныптарға сараптама эксперт мүшесі ретінде
3 мұғалім барып келді. Олар қазақ тілі пәні бойынша, бастауыш сынып және педагогикалық педагог психолог мамандығы, педагогический консультация дейді, ППМКК. Сол жөнінде 3 маманды бізден алды министрлік тарапынан. Сондықтан да мен ойлаймын, келесі жылға бұл айтып отырған әріптесіміз дұрыс айтады. Бұл оқулықтар сайтта, оқулық сайтында ол ілініп тұрады, 6 ай бойы ілініп тұрады. Оның ішіндегі кетіп жатқан қателерге ол тікелей баспа ішіндегі редакторлардың қателігінен болуы мүмкін. Енді бұл сарапшылар, мұғалімдер практик болғандықтан, осы кісілерді негізге ала отырып, эксперттік мүше ретінде алынған болатын. Енді келесі жылда 3-6-8 оқулықтар қазіргі таңда барлық сайтта ілініп тұр. Комментарий қалдырып жатыр, неше түрлі мұғалімдер, неше түрлі комментарийлар мысалға алатын болсақ, мысалы 6-8 сыныптардағы қазақ тілі айтып отыр. Ұсыныстар мәтінге байланысты жас ерекшеліктерін ескеру қажет деген сияқты. Мәтіннің күрделігі, айтылып отырған грамматикалық тапсырмаларды, мен ойлаймын, ол 7 сыныпта өткен шыла, ол 8 сыныпта да қайталанады. Спиральді оқыту жүйесі бойынша ол, мысалға, биылғы оқу жылында 7 сыныпта ол шылауды негізгі мәтіннен таба біл деген сияқты. Мұғалімнің оның қазіргі таңда, мен ойлаймын, мұғалімнің өзінің шеберлігіне байланысты. Ол оқулықпен ғана шектелмеу керек. Оқулықтағы мәтінді мүмкін бұл кісі Атамұра баспасынан күнделік оқулық сайтынан алып, қосымша өзінің сабағында ресурс ретінде қолдануға мүмкіндігі бар ғой. Сондықтан да бұл жерде мұғалімдік шеберлігін талап ететін міндеттер қойылады. Сондықтан да оқушылар климат ол қазіргі таңда мысалға жалпы ортақ тақырыптардың бірі. Климат кешіріңіз, бірақ бұл жерде қазақ тіліне қатысты ешқандай тапсырма берілмеген ғой. Сіз соны мойындайсыз ба? Бұл жерде енді бірінші сабақты ашу бағытында негізгі сыни тұрғыдан ойлауға бағыттайды. Климат жайында жалпы оқушының бірінші негізгі қандай жалпы ойы бар, пікірі бар, соны білу арқылы бірінші тақырып ашылғаннан кейін барып, ары қарай енді шылаулардың жазылу емлесін міндетті түрде мұнда қойылған ғой. Дәл осы қазақ тілінде сұрау керек. Ол жерде грамматиканы ешкім алып тастап тұрған жоқ. Мысалы, қиялды, 7 класста қиял деген, қиял әлемі, фантастика, қазіргі заманауи талапқа сай лексикалық тақырып берілгенде, оның ішінде мысалы оқшау сөздердің өзі айналдырған қаратпа, қыстырма, одағайдың өзіне, мен шатаспасам 5 сағат берілген. Сіз 5 сағатта оқшау сөз қаратпаның жілігін шағып майын ішуге болады. Сіздің өзіңізге байланысты. Сіз егер климаттық жағдайларға Атамұрамен өтпейді екенбіз, біз мектеппен өтеміз. Климаттық жағдайларда сізге 40 минут климаттық жағдайды өт деп отқан жоқ. Жақсы, рахмет. Студиямызда осы аудан қаладағы мектептердің мұғалімдері келіп отыр. Сол жерде микрофон бар. Сіздер қалай ойлайсыздар? Мен Қаратал ауданы номер 13 орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімін. Аты жөніңіз? Бекбосынова Гүлназ. Мен қазақ тілі пәнінен 7-ші сыныпқа арналған оқулық туралы айтып кетсем деп едім. Қай баспамен оқисыздар? Қай баспадан шыққан оқулық? Атамұра баспасы 2016 жылғы. Сол жерде әрбір бөлім бойынша, әр тақырып бойынша берілген тапсырмалар бір сарынды. Тыңдалым дағдысы бойынша, айтылым дағдысы бойынша, жазылым дағдысы бойынша берілген тапсырмалар өте бір-біріне ұқсас. Демек, оқушылар әр сабақта бір түрлі тапсырмаларды, бірдей тапсырмаларды орындай береді. Сол жағынан біз оқушылардың сабаққа деген, қазақ тіліне деген қызығушылықтарын арттырғанның орнына біз оқушылардың сабаққа деген қызығушылығын жоғалтып алмаймыз ба деген бізде бір сауал туындайды осы жерде. Рахмет. Демек, қазақ тілінің ережелерін меңгерте алмайсыз, үйрете алмайсыз бұл оқулық бойынша оқушыға, Жаңағы бізде мәтін бойынша тапсырмалар беріледі, мысалы тыңдалым бойынша, айтылым бойынша бір мәтін беріледі. Сол тапсырмалар сол мәтіндердің негізінде беріледі ғой. Ал сол тапсырмалар бір-біріне ұқсас, әр тақырыпта ұқсас келеді. Мен айтайыншы біріне. Жақсы, Айгерім ханымды әріптесіңіз.
бұл жерде жаңартылған бағдарлама бойынша кітап ол қатып қалған қағида емес. Жаңа біз мысалы қателерді тауып жатырмыз ғой. Сіз сол қателерді мықты маман болсаңыз, дүзетіңізді дүзетілген күйінде балалар мына кітапта қате кетіпті десеңіз, ол сіздің тікелей құқыңыз. Сіз оны солай оқытыңыз. Мына жерде болып табылады емес, мында былай. Кәнеки осы мәтінді біз қайтадан жазып шығайықшы деңізші, мысалы. Сізге ол жаңартылған бағдарлама сен олай істеме, кітаппен жүр демейді. Кітап бұл жерде ресурс қана беріледі. Сіз көрсеңіз, мысалы, оқу бағдарламасында оқу мақсаты беріледі. Әр сабаққа, мысалы, оқшау сөзге 5 сағат болса, сізде 1 сағатта, мысалы, оқшау сөздің тыныс белгісін үйрету деп беріледі. Сіз тек қана соны үйрету керексіз. Бір сабақта сіз оқшау сөз бойынша, мен мысал ретінде айтып отырмын, эссе жаз тыныс белгісін сіз 1 сағат бойы балаларға эссе жазып үйрету керексіз. Оның бүкіл бағдарламасы, оқу мақсаты, тіпті КМЖ дейді ғой, бұрынғы сабақ жоспарға шейін дайын, бәрі дайын. Сіз алыңыз да өзіңіз технология салыңыз. Мысалы, мына кісілер грамматиканы жақсы көріп тұр ма? Сіз 20 минут грамматика үйретіңіз. Сізге ешкім үйретпе деп тұрған жоқ. Кітапта мысалы жаңағы тыңдалымды міндетті түрде тыңда деп тұрған жоқ ешкім. Тыңдалымға өз 1 минутқа да жетпейтін уақыт кетеді. Сіздіңше сонда мынандай қателерге көз жұма қарау керек? Көз жұма, енді қате іздеп отыр екенбіз ғой. Біз қате тауып жатсаңыздар түзетіп оқыта беріңіз. Сіз оны мысалы Фейсбукта жариялаңыз да жіберіңіз ана жаққа. Мысалы мен оны ол оқытыла берсін деп тұрған жоқпын. Бұл жаңартылған бағдарламамен жаңағы шетелдік озық тәжірибені ала отырып жасалғаннан кейін бұндай кемшіліктерге жол берілмеу керек сияқты. Менің сөзім бар осы жерде. Мына ресурс дейді, кітап дейді. Осы биылдан бастап сол шықты. Баланың қолында мына кітаптан бастап осы кітапқа жете алмай отырған бала бар қазір. Халықта білесіздер ғой, жағдайдың қандай екенін қазіргі. Оның бәрі керемет, бәрі жақсы деудің қажеті жоқ. Бәрі керемет, жақсы деген адам ол өтірік айтып отыр. Кешіріңіз, әрине, бірақ ол өтірік айтып отыр. Өтірік айтудың қажеті жоқ, шындықтың бәрін ашып салу керек ортаға. Қателіктерін айту керек бетіне, түзеттіру керек, бітті, одан басқа ештеңе жоқ бұл жерде. Ал енді баланың қолында кітаптан басқа ештеңе жоқ. Кітап неге ресурс болу керек бізде? Соны айтыңыздаршы. Не себепті кітап тек қана көрнекі құрал ретінде қалу керек? Иә, мен мұғаліммін, менің қолымда интернетті табармын, жылап жүрсем де, еңіреп жүрсем де, көрші ауылға барып жасасам да. Мен басқа кітапханаға барармын. Ал баланың қолында кітаптан басқа түк жоқ қой. Түк жоқ. Ол қайдан табады? Неге ол ресурс болып қалу керек? Сосын мынандайға біз көз жұма қарай алмаймыз. Көз жұма қарай алмаймыз. Біз жаңағы апай айтты, баланың ең бірінші көретін дүниесі ол кітап. Кітап негізгі дүние болуға тиісті. Оқу мақсаты бар бізде. Біз оқу мақсатын қоямыз. Оқу мақсатында не берілді, біз соны оқытамыз балаға. Бүгінгі неде. Мына кісі айтып отыр, ресурс деп. Сол кітаппен емес шындығында оқу мақсаты не бар, соны жасаймыз біз. Бірақ оқу мақсатындағы дүние менен мына кітаптағы дүние екеуі екі бөлек. Кітапта оқу мақсатында жаңағы тұрақты тіркес берілетін болса, кітапта басқа нәрсе берілген, мына тілдік бағдардың ішінде де. Ол да екі бөлек нәрсе. Оқу мақсаты басқа жақта жатыр, кітап басқа жақта жатыр. 20 күн ғана. Шикі бағдарламаны бірден әкеп енгізіп жіберудің қажеті жоқ еді. Біріншіден мынандай қазақ тілі кітабын мынандай дәрежеде шығарып отырғанда. Ол енді мен түсінбеймін, мен әріптестеріме рахмет, оның бәрін түсініп, мына жерге келіп айтып отырған. Мен не қылмаймын, мен қолдамаймын. Оқу мақсатының өзі, оқу мақсаты менен мына ненің өзі, кітаптың өзі екеуі екі бөлек. Кітап ресурс болмау керек менің ойымша. Кітап негізгі біздің құралымыз болу керек. Тақырып және кітап. Тақырыпта болмаса ол. Қазір айтасыздар, мұғалім шебер болу. Шебер емес, мұғалім жоқ деп айта алмайсыз. Қазір мұғалімдердің бәрі шебер. Қазір емес, мұғалім ең бірінші шебер халық ол мұғалім. Олай айтуға болмайды. Бірдеңе болса, мұғалім осылай болу керек деп мұғалімді баса берудің қажеті жоқ. Мұғалімнің бәрі шебер. Енді мұғалім шебер болу керек, ананы оқу керек, мынаны оқу керек, өзі біледі. Әрине өзі біледі мұғалімнің. Бірақ ол оқу мақсатында жоқ нәрсені, кітапта жоқ нәрсені мен қайдан оқытам, қалай оқытам? Соны айтыңыздаршы маған. Кітапта болмаса ол, оқу мақсатында болмаса ол, оны оқытудың ешқандай мен әкеліп айдаладым. Менің сабағыма кіретін адам айтпаймын, мен грамматиканы басынан аяғына дейін грамматика өтіп жатсам, сен не өтіп жатсың деп.
міне ол дұрыс емес жалпы. Ермек мырза, осы жерде білім басқармасынан келіп отырған бірден бір өкіл болғандықтан Айман ханымның сұрақтарын сізге бағыттасақ. Эксперттік топ мүше ретінде облыста 88 мұғалім таңдап алынды. Ол жаңағы әр аудандардан, қалалардан жақсы білікті мамандар болып табылады. Ол мамандардың біз ұсыныс ретінде жібердік Ыбырай Алтынсарин атындағы ұлттық академияға. Ол жақтан бізге биылғы оқу жылына 3-6-8 сынып оқулықтарының эксперт топ мүшесі ретінде 3 мұғалімді, 3 педагогты алды. Енді ол кісілер барып қазір 10 күн барып келді. Қазір таңда бұл жұмыс әлі де жалғасады деп жатыр. Енді бұл дұрыс, айтып жатқан жаңағы оқулықтардағы қателіктерді айтып жатыр. Енді ол тікелей жаңа айтып жатыр, редакторлардың қателігі шығар. Оғанда біз көз жұма қарамауымыз керек. Өйткені ол енді қазақ тілін өзіміз мысалға біріншіден қазақ тіліне жаңағы бейжай қарай алмауымыз керек. Сондықтан да о жағында біз түсінеміз. Бірақ та жаңағы біз айтып жатқан жаңартылған бағдарламаның ерекшелігіне тоқталған кезде мұғалімнің шеберлігі міндетті түрде бұл жерде ескерілу қажет. Оқушылардың шығармашылық қабілетін дамытудағы сыни тұрғыдан ойлау стратегиялары, сонымен қатар Блум таксономиясына негізделген спиральді оқыту әдістері қазіргі таңда жаңартылған білім беру мазмұнының ең негізгі сатыларының бірі болып табылады. Енді оқулыққа келетін болсақ, бұл енді сын жүре келе түзеледі. Өйткені ол былтырғы оқу жылында біраз қателер шықты. Ол қоғамның ортасында да бір талқыға салынған болатын. Енді биыл ескере келе, биыл жаңағы облыстан биылғы жаңартылған бағдарламамен жарық көрген оқулықтарда да қателер толып жатыр. Ол сайтта ілініп жатыр. Енді оған барып келді эксперттік топ мүшелері. Жаңа айттым. Енді бұл әлі үш кезеңнен тұрады екен. Үш кезеңнен бұлар нетеді, талқылайды эксперттер. Сонан кейін барып неге береді? Жалпы қай баспаның оқулығымен таңдау керектігін мұғалім таңдай ала ма? Қазіргі таңда әрине мұғалім өзінің еркінде. Қазіргі таңда 5 баспа, 6 баспа, түрлі баспалар бар. Бұл жерде бағытталған оқу бағдарламасының тақырыптарын меңгерту болып табылады. Мейлі ол кісі мұғалім ата мұра баспасын ала ма, мейлі жаңағы мектеп баспасын ала ма. Демек мұғалімге таңдау беріледі? Мұғалімге таңдау беріледі. Жақсы, мына жерден ұстаздардан сұрап көрейікші. Енді бізді университетте оқығанда, 4 жыл оқытқанда бізді климат пен табиғатты оқытасын деп жіберген жоқ, бізге фонетиканың түрін, етістіктің түрін оқытасын деп жіберді ғой енді. Сондай бір таңырқау болды. Бірақ бізді дегенді жаңартылған білім бағдарламасын оқытты, оған ешқандай қарсылығым жоқ. Бірақ осы кітапты келіп отырған ханым сияқты менде бір өзіндік сондай пікір қалыптасқан. Оны мектеп завучтарына да, мектептегі мұғалімдерден де сұрадым жанымдағы. Сіздердің кітаптарыңыз қалай? Біздің кітаптар осындай өзгерістер бар мысалы деген секілді. Енді жаңағы таңдауда келген кезде қай баспаның оқулығын? Қай баспамен оқисың деген таңдаулар келген кезде біз мысалы Арман ПВ-ны таңдадық көбінесе. Бірақ дегенмен ол таңдау жүзеге аспай біздің қолымызға Атамұра келіп түсті. Неге? Білмеймін. Жоқ, бұл жерде былай түсу керек. Бұл жерде былай түсу керек, құрметті әріптестер. Бұл жерде былай ғой. Мұғалімнің еркінде таңдау деген тек қана мысалға қай ауданға мысалға? Қаратал ауданына мектеп баспасы келсе, сіз тек қана мектеп баспасымен оқы деген әңгіме жоқ ол жерде. Сіз оны электронды электронды оқулық сайтында тұр ғой, оқулықтардың барлығы. Сол жерден тақырыптарды алсаңыз болады. Мысалға, бүгінгі мысалға климат тақырыбын алдыңыз. Климат тақырыбын сіз мына оқулықпен оқығыңыз келмесе, пожалуйста, сайтта ілінген баспалардың тақырыптары бар, мәтіндер, солардан алсаңыздар болады. Онда жүйесіз болып кетпей ма? Қалай? Сабақ жоспары, мына оқыту жүйесі қайда кетеді онда? Бір мұғалім алып, басқа... Бұл жерде бағдарлама біреу ғой. Оқу бағдарламаларына бағытталған. Оқу бағдарламаларын негізгі мақсат оқу бағдарламасын алып шығу ғой. Сондықтан да оқулыққа бір таңдау деген нақты
осы оқулықпен оқытам деген қағида жоқ. Осы біз кеше ғана таңдау жасадық. Бізге кеше сондай мектеп завучтар таңдау жасатты, пікір жаздыртты, хаттама жаздыртты, ұсыны жаздыртты. Оны неге біз таңдап жатырмыз онда? Біз таңдатпай-ақ онда өзіміз кез келген кітапты алып оқытайық. Жоқ, дұрыс қой, енді ол енді аудан бойынша сіздер біреуін таңдадыңыздар ғой. Енді сіз егер де сіз айтып отырсыз, егер де сіз мен Атамұраны таңдаймын, мен Атамұра ұнамайды десеңіз, пожалуйста, ана сайтта ілініп тұрген бір алыңыз өзіңіздің еркіңізде, мысалға сабағыңызда қолданыңыз. Сосын тағы да осындай бір сауал. Келесі жылы біз міне 7 сыныпта, мен мысалы мұғалім ретінде, жарайды ол 7 сынып, келесі жыл 8 сыныпқа барады. 7 сыныпты мен мынау кітаппен үйреніп қалдым дейік, иә? Келесі жыл 7 сыныпқа тағы басқа баспа келеді екен. Сол кезде мен қайтадан ол баспаға үйренуім керек па? Енді ол жерде баспаның бір нақты бір несі жоқ шығар. Ол жерде өйткені барлық баспалар бірдей оқу бағдарламасына сәйкестендіріп жасалады ғой. Иә, бір нәрсе қалып бара жатыр екен, еске салғаныңыз өте дұрыс болды. Мұғалім мәртебесі қоғамдық бірлестігі ұстаздар арасында сауалнама жүргізген екен, иә? Ол не сауалнама, Айман ханым? Мұғалім мәртебесі қоғамдық бірлестігі әлеуметтік желідегі ұстаздар арасында сауалнама жүргізді. Осы жаңартылған бағдарламаның қазақ тілі оқулығы жалпы қазақ тілі бағдарламасы. Қазақ тілі ұнай ма, ұнайды және ұнамайды деген сұрақтар қойды. Сондағы мен аманат халықтың ұстаздар қауымының сол жерде дауыс берген 97% ұнамайды деп дауыс берді де 3%-на ұнайды екен. Соны осы жерде айтқым келеді. Тағы сонымен қатар бір көптеген пікірлерін айтып жатты. Олардың бәрін демек, қазақ тілі оқулығы сіздің ғана емес, сол сауалнама жүргізген 97% мұғалімнің көңілінен шықпаған. Жаңашылдықты ешқашан жатсынбай қабылдау керек. Ол бізге керек, ол біздің әлемдік деңгейге шығу, тілдің өзінің әлемдік деңгейіне шығу үшін біз жаңаша көзқараспен қарау керекпіз. Қатып қалған қағидаларға бір не керек, әрине, ол біріншіден жаңағы бізде ең бірінші жас ұрпақты тәрбиелейтін біз ұстаздар идеологиясын өзгерту керекпіз. Біз жаңашылдық келді ме, біз қабылдау керекпіз. Ол жерде мысалы мәтіндер ағылшын тілінде беріп отырған жоқ қой, ешкім. Бәрі қазақ тілінде беріп отыр. Тек қана бұл бала психологиясына сай лексикалық мәтіндердің негізінде теориялық білім жатқан жоқ емес. 80% теориялық білім жатыр. Бірақ соны жеткізу ұстаз технологиясына байланысты. Сондықтан жаңартылған білімге сәйкес жаңа технологияларды ойлап табу осы ұстаздардың еншісінде деп ойлаймын. Жақсы, пікіріңізге рахмет. Жаңартылған мазмұндағы қазақ тілі бағдарламасы мен қазақ тілі оқулығына қатысты сауалымызды Білім және ғылым министрлігіне де жолдағанбыз. Аталмыш мекеменің бір өкілінен сұхбатты телефон арқылы жазып алдық. Тыңдап көрейік. Бізде мына қазақ тілі кітаптарындағы тақырыптар мен тапсырмаларға байланысты бірнеше сұрақтар бар еді, соларға жауап берсеңіздер. Бірінші сұрақ, 7-ші сынып Атамұра баспасы қазақ тілі оқулығы. Осы кітапта ауа райы, климат, атмосфера, климат және климаттық аймақтар, климаттық өзгерістер деген тақырыптар бар. Мәтіндер мен тапсырмаларда климатқа қатысты берілген. Енді мұның мақсаты не? Шынында да бұл мәселе бойынша бұқаралық ақпарат құралдарының насихаттау, түсіндіру жұмысыңыз аз жүргізілу салдарынан халық арасында түсінбеушілік көптен кездеседі. Техниканың күн санап өсуіне байланысты педагогика ғылымының теориясы мен оқыту үрдісі де түбегейлі өзгеріске ұшыруда. Соған орай оқытудың парадигмасы өзгерді. Білім берудің мазмұны жаңарып, жаңаша көзқарас пайда болды. Осыған байланысты 2006 жылдан бастап орта білім беру процесі жаңартылған білім беру бағдарламасы соған сәйкес жаңартылған оқулықтар бойынша жүзеге асырыла бастады. 2009 жылдан бастап 3 жылда бір рет өткізіліп тұратын PISA халықаралық зерттеуін қатысады. PISA зерттеуінің негізгі бағыттарының бірі оқу сауаттылығы. Қазақ тілінің заңдылықтарына қатысты ережелерді қай тараудан оқуға болады деген сұрағыңызға келетін
айтатын болсақ, ол оқу бағдарламасында сөйлеу әрекеті түрлері бөлімінен бөлек әдеби тіл нормасы бөлімінде соған сәйкес оқулықта көрініс тапқан. Алған жауабымыз осы. Телефон арқылы сауалымызға жауап берген министрлік өкілінің бір сөзін түсінсек, бір сөзін түсіне алмадық. Ана тіліне шорқақ ұрпақтан арыламыз десек, ең әуелі білім беру жүйесін ретке келтіруіміз керек. Мектептерде қазақ тілінің заңдылығын жақсылап үйретуіміз керек. Сонда ғана біз сауатты ұрпақ тәрбиелейміз. Бүгінге осы, ардақты ағайын, эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.